Бисмиллахир-рахманир-рахим. Күллі мадах бір Аллаға лайық. Алла тағаланың салауаты мен сәлемі әлемдердің асыл төресі Мұхаммедке, оның әулеті мен сахабаларына болсын. Алла тағаланың көркем есімдері туралы деректер пайғамбардың саллаллаху алейхи уассаламның хадистерінде көп кездеседі. Кім осы есімдерді жатқа айтып, мағынасын толық түсінетін болса, сөзсіз жаннатқа кіреді. Құдай тағалаға сондай көркем есімдер арқылы жалбарынып, шын ықыласпен сұраса, қалағанын береді. Алланың 99 көркем есімі арқылы қалай дұрыс дұға етеміз? Раббым, бір өзіне сыйынып, пана тілеймін. Барлық мақтау, мадақ, шүкіршіліктер тек саған ғана лайықты. Саған сансыз мадақтар, пәктеулер, ұлықтаулар болсын, тек сенен ғана жәрдем тілеймін. Мен сенің жалғыз екеніне және сенің елшін сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Мұхаммед екеніне куәлік етемін. Саған осы қасиетті, құдіретті есімдеріңмен сыйынамын. Береген Раббым әл-Уахаб, осы есім арқылы күтпеген жерден мол ризық несібе, зұрында қабыл болатын амал, және де іші жарық, ген, іші жанға, сырты малға толатын, ішінде үнемі Құран оқып, намаз оқылатын, біз үшін берекелі үйді нәсіп етші Аллахым. Дәл осылай өзіңізге қажетті есіммен керек затыңызға дұға етесіз.